Ассалямалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай сочный сәбіз салатын жасайтын боламыз. Бір жасағаннан 100% осылай шығатынына сенімдімін. Бізге керекті ингредиенттер осылар. Описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен сәбізімізді осылай үкіштен ұзын-ұзын етіп өткізіп алатын боламыз. Екінші сәбізімізді дәл солай ұзын етіп өткізіп алатын боламыз. Мінекей осылай үшінші сәбізімізді өткізіп аламыз. Мінекей барлық сәбізімізді өткізіп болдық. Енді ыдысымызды ауыстырып аламыз. Мендегі ыдысқа сыймай қалды. Енді сарымсағымызды үкіштен осылай майдалап өткізіп аламыз. Келесі сарымсағымызды да дәл солай өткізіп алатын боламыз. Мінекей болдық. Енді қоспаларын қосамыз. Енді шекерімізді, тұзымызды, паприка, кориандр, қарабұрыш және де уксус менде 70% және сұйық майымызды құямыз. Майды қыздырудың қажеті жоқ. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Видеода көрсетілгендей мыжып осылайынан араластыратын болсаңыздар, сәбізіміздің соғы шығып, сочный болып шығатын болады. Салатымыз дайын болғаннан соң холодильникте 3-4 сағатқа сақтап қоятын болсаңыздар, жаңағы дәмдеуіштері сәбізімізге сіңіп, дәмді сочный болып шығатын болады. Мінекей араластырып болдық. Салатымыз дайын болды. Егер де осы рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер.